Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге Жанға Дауа арнасы. Денсаулыққа пайдалы ең маңызды ақпаратты өткізіп алмасы үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Сарымсақтың пайдасы. Сарымсақ халықтық медицинада мың сан ауруға ем. Қытай халық медицинасы сарымсақты салқын тиюден болған аурулардың барлық түріне, тыныс жолдары ауруына, тіпті туберкулезге қарсы қолдануға кеңес береді. Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне, осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің нендей зияны барын бірге білейік. Видеоны соңына дейін қарап, бізге тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен пайдасына тоқталайық. Сарымсақ бактериямен күреседі. Сарымсақты шикідей жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса, немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңыздың өкпе құрты, дизентерия, кандидоз, герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Екінші, қан тамырлардың қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше, қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60% алдын алуға болатын дәлелдеген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Сарымсақ қатерлі ісіктің алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил, сульфид, салил және селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоғыз ішек ісігі, бауыр, сүт безі ісігі қаупін азайтады. Қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады, қарынның жұмысын реттейді, ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді. Алайда асқазан, ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған жөн. Буын аурулары. Сарымсақтың аяқ, қол, буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосыңыз. Сарымсақ сонымен қатар теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпіндетеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің, бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. Ал сарымсақтың зияны қандай? Сарымсақ құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 сарымсақты жесе қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазан ауыратындар ауру асқынған не қозған кезде, егер ақпарат пайдалы болды десеңіз, каналға тіркеліп, лайк басып, бізді қолдап кетіңіз.